Ал саламатсыздар, құрметті көрермендер, программисттер, яғни ноутбук қызып жүргендер десем болады. Біліп жүремін, қош келдіңіздер. Видеоның астында компьютер туралы видеолар бар. Сіз көп нәрсе үйренесіздер. Сондықтан өзіңізге қалаған нәрсені қарап кетіңіздер. Мен қысқа нұсқа айтамын, ноутбук неге қызатын. Ноутбук қызудың себебі жылына бір рет тазалап тұру керек ноутбукты. Ноутбук қызудың бірінші себебі ол, яғни бір жылда бір рет тазартпасаңыз, сіз 2 жыл, 3 жыл тазартпасаңыз, ол кішкене қызып бастайды. Ішіне термопаста жағу керек, басқа да нәрселер, яғни ішіне тазартып тұру керек деген сияқты. Және екінші қызып кету себебі, сіз жаңа төсекте, диванда қарасаңыз, ол жағына ауа кірмейді. Яғни вентилятор ауа диффузия болу керек, яғни ауа кіру керек. Сондықтан сондай. Так, бірінші, екінші себеп түсіндіңіздер. Үшінші себеп енді уақыты болды енді. 5-6 жылдан бастап пайдаланып, 6 жылдан кейін сіздің ноутбугыңыз неге қызады десе, ол не нормально. Уақыты болды деген сөз. Кез келген техника қызып бастайды. Оның үстіне телефонмен сіз жарты сағат ойын ойнасаңыз, айтпақшы ойын демекші, айтпақшы сіз 1 сағат бойы ойын ойнасаңыз, онда ноутбук қызып бастайды. Это нормально. Сонымен ноутбуктың қызуының алдын алу үшін компьютеріңізді кез келген программамен тазартасыздар, мусордан, хламнан деген сияқты. Сосын компьютерде кез келген программаны өшіріңіздер, яғни мысалы жарты жыл пайдаланбасаңыз, 1 жыл пайдаланбасаңыз, өшіріңіздер, ойнамайтын ойындарды тазартыңыз. Былай айтқанда, ноутбуктың ішін ашып, специалистерге олар 3-4 мыңға, 5 мың теңгеге, 2021 жылдың 5 мың теңгеге ішін тазартып, яғни сықитып береді. Яғни олар термопаста жағады, яғни термопаста дегеніміз ол былай айтқанда май ғой, ана есікке топсаларда май жағасыздар, сол сияқты бұл жерде де, яғни ондай емес, термопаста жағады, зумнипаста сияқты ғой, сондай жағады. Әрі өздеріңіз жасамауға кеңес беремін. Сөйтіп ішінде программа тазартың, содан кейін сіздің ноутбугыңыз қатты қызып кетпейді, қатты дыбыстар шығармайды деген сияқты. Біліп жүремін, жазыламыз, лайк басамыз, сіз лайк бассаңыздар қуанамын. Сіздер білесіздер ноутбук неге қызатын. Әрі оның алдын алуын айттым. 2 жыл программа, ішінде компьютер мусордан тазалайсыз, артық керек емес, 1 жылдан пайдаланбай, 2 жылдай пайдаланбай, артық память алып тұрған программаларды өшіресіздер. Одан кейін сервис-центр специалистерге барып, өзіңіз тазартып береді сіздерге. Әрі олар гарантия береді.